Ассалаумағалейкум құрметтілерім, қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай? Бүгін бір сондай бір шулы болған бір тақырып, миссия тақырыбын көтергім келіп отыр. Бізде әрбір адам менің миссиям не деп іздеп жүреді да. Ал бірақ миссияның артында барлық адам бір ақшаны көреді да. Миссияны іздегенде обязательно адамдардың мақсаты ақша болады да. Ақша барлық адамға керек, Бірақ сіздер ақша тек қана определенный мына бағытта бар десеңіздер қателесесіздер. Мысалы, мен өте көп примерлерді білемін. Мысалы, нөмір бірінші тренер бар қазір, бәріңіз білетін шығарсыздар, Тони Робинсон деген. Біз соның обучениесіне Сингапурға барғанбыз. Сол кезде сол кісі айтады да, менің қазіргі көмекшімнің историясын айтып берейін дейді. Короче, ол бір ресторанға барады, постоянно сол жерде бір официант ұнайды оған. Жаңа күтіп алғаны, мәмілесі, отношения сонда қатты ұнайды. Сол ресторанға сол официант үшін ғана барады жаңағы кісі, Тони Робинсон. Сөйтіп, бір күні барса, жоқ болып қалады да, сол сұрайды да, жаңа кісі қайда десе, бүгін келген жоқ дейді. Кәдімгідей жаңа ресторанда бір түрлі боладым дейді да, и соны іздеп баратын болдым постоянно дейді. Соншалықты соны ұнағаны, кейін мен оны өзімнің көмекшім қылып алдым дейді. Прикиньте да, нөмір бір миллионерлердің арасына кіретін адам простой официантты өзінің көмекшісі қылып алады. Кейін өзінің сестрасына үйленіп, жездесі болады прям. Понимаете? Сіздер білмейсіздер, қандай жұмыс істесеңіздер де, миссия деген ол обязательно бір миллион әкелетін жұмыс болмаса да, шын көңілден, шын жүректен істеп жатсаңыздар, сіз білмейсіз Құдай сізге қай жерден рызқыңызды беретінін ше. Поэтому жаңа айтады ғой, предназначение, миссия деген бұл обязательно бір жаңағы гений болу деген сөз емес. Хотя әрбір адам өзі гений да. Бізде генийларды 1000 жылда бір рет туылады деп бізге әбден үйреткен бұл системаның өзінің планы да, бізді бір мақлұқ, бізді бір күшіміз жоқ, бізді бір әлсіз деген бір ұғыммен бізді тәрбиелеген. Себебі системаға мақлұқ, қараңғы, жаңа қорқақ адамдар өте выгодный да. Негізі көп тақырыптарды терең ашқым келеді, бірақ оны түсіну үшін, менің білімімді сіңіру үшін де деңгей керек негізі. Бірақ не де болса жайлап аша берем шындықты. Енді қараңыздар, гений ол өте редко рождается дейді, өте аз ондай адамдар туылады дейді. Жоқ, әрбір адамда гений бар. Мен оған көзім 100% жетеді, понимаете? Потому что мынау біздің гениеміз, біз тіпті Құдай сақтасын ғой, біз кәдімгі телефонды сатып алсақ, телефонды изучать етпейміз ғой, зерттемейміз ғой, мынаны қай жерін басады екен, мынаның функциясы қандай екен деп. Біз Құдайдың телефонын өзін, әй бала, мынаны настройка қылып бере салшы деп бере саламыз ше. Біз еш нәрсені зерттемейміз. Біз даже өзімізді зерттемейміз. Біз кәдімгі организміз, біз кәдімгі қазіргі адамдардың бәрі робот болып кеткен, понимаете? Еш нәрсені сезінбейді, жеп жатқан тамағын да сезінбейді, жүріп келе жатқан, басып келе жатқан аяғын да сезінбейді, еш нәрсені сезінбейді, жеп жатқан тамағын да, иісті де сезінбейді. До такой степени кейде отырасыздар, мына жерде құс әдемі сайрап тұрса, сол құстың сайрағанын да естімейтін адамдар бар. До такой степени тек қана өзінің миында өмір сүреді қазір адамдар. Хотя ми ол әшейін организм, ол орган бізде да. Енді қараңыздар да, гений әрбір адамда бар. Мен оған 100% сенем. Себебі біздің генийіміз біздің ішімізде, понимаете? Біз өзіміздің сезімімізді тыңдай білуіміз керек. Бірақ өкінішке орай біз сезінбей қалғанбыз еш нәрсені. Біз жаңағы мұздай суға қолымыз, қатты мұздай сумен қатты суға қолымызды жаңағы тигізгенде ғана сезінеміз ше. Жаңағы жылы суға біз сезінбейміз уже. Бізге обязательно жаңағыдай контраст керек та. Сіз негізі дәл осы жерде, осы отырған жеріңізде, осы өміріңізде бақытты болуды үйренуіңіз керек. Не істегіңіз келсе соны істеуіңіз керек, понимаете? Мысалы, бізде көбінесе істегісі келген нәрсені істемейді. Қой, правиламен жүреміз да. Ой, ана ұят болады, мына болмайды, анау ұят болады. Сондай правила, бас толып қалған правила бізде. Мысалы, прогулка қылыңыз келе ме? Шығыңыз, прогулка қылыңыз. Мүмкін сіз біреудің сөзінен бір күшті идея естіп қалатын шығарсыз. Кітап оқыңыз келе ме? Кітап оқыңыз, сол жерден бір подсказка шығып қалатын шығар. Может, YouTube, соцсетте не үшін отырасыздар, мен түсінбеймін көпше. Конкретно білім алу үшін отырсаңыздар, онда другое дело да, бірақ просто так отырасыздар да. Өткенде маған TikTok'тан рекомендация келді да, TikTok'тан. Осы видеоларға қара, осылар бірінші орында деп. Мен қандай күшті видео екен деп қарасам, ана екі адам шығып алып, бірін-бірін мазақ қылып, бірін-біріне мұрнын көрсетіп, бірін-біріне көтін көрсетіп отырған адамдарда мен айтамын, Алла, осы еще рекорд, осы бірінші орында тұрған видео ма? Демек біздің адамдардың санасын соншалықты төмен деңгейге
деңгейге түсіп кеткені ғой деймін да. Сондай нәрсеге адамдар уақытын кетіреді да, маған жалко, менің уақытым жетіспейді, понимаете? Менде көптеген бір араласатын адамдар бар, мысалы ауызашар деген бар, қазір неше түрлі бизнес орталар бар да. Мысалы мен бара алмаймын, бірақ мені көбісі бізді менсінбейді деп ойлайды да, мені вип деп мазақтайды да. Мен айтамын, жоқ, мен сенің бәрін жақсы көремін деймін да. Просто мен ол жерге барғанда, мысалы бізде арақ ішетін орта емес, қымыз ішеді да. Мысалшы, ол жерге барып бір 4-5 сағат қымыз ішеді, отырады, билейді, күледі. Маған просто 4-5 сағат жалко да, жалко. Мен адамдармен араласуды да білемін. Араласуды білмесем, мен бизнес істеп 500 адам командамда болмайтын еді, понимаете? То есть сіздің миссияңыз бақытты болу, құрметтілерім. Сіздің миссияңыз өзіңізбен өзіңіз болу. То есть сам собой дейді ғой орысшасы. То есть қандай болғың келеді, сондай болу. Жаңағы бізде көбісі мысалға жаңағы жүріңдер кеттік десе, мысалы бір жаққа барғым келмейді деп айтуға ұялады, қорқады да, біреулерді ренжітіп қоюға, или сол ортадан шығып кетуге да. Мысалшы, ортадан шығып кетемін, қой осы ортаны ұстап ал, осы ортада жүрейін деп, сол көптің бірі болып деп, мысалшы. Ал мен мысалы қорықпаймын, мені сырт тастайды екен, мені түрт тастайды екен, мені қоспай қояды екен, қорықпаймын. Потому что маған өзімнің компаниям күшті, өзімнен өзім ләззат аламын. Мен, например, даже ресторандарға барсам да тек жалғыз барған жақсы көремін. Өзім отырып, ойланып, білім алып отырамын. Менің енді ол жаман ба жақсы ба білмеймін, бірақ менің ең жақсы көретін нәрсем ол білім беріп, білім беру. Понимаете? Потому что мен 50-ге келдім. Өмір бақи ақша қуған адаммын. Ақша қуып, ақшаға жеткен күнде де бақытты болмаған адаммын. Сол кезде ойладым, мені алдаған ба сонда? Мен өмір бақи ақша қусам, ақшаға жетсем, жетістікке жетсем, бақытты болам дегенем ғой деп. Сіздер де солай алданып келе жатсыздар. Не үшін біздің қазақта жалған өмір деп айтады деп мен таң қалатынмын. Не үшін бұл өмірді жалған өмір дейді? Ана өмірді нағыз өмір деп айтады дейді да. Бірақ ана өмірдің нағыз өмір екенін қайдан біледі адамдар деймін да. Ол жақтан видео келмеген, ол жақтан SMS келмеген, әлі ешкім ол жақтан нағыз өмір деп әлі келген жоқ. Ол просто Құран кітапта жазылған. Ол Құранның өзін адам жазғаншы, понимаете? Бізді жаратқан жаратушы бар. Ол мен 100% сенем. Біздің мынау планета бір организм сияқтымыз, понимаете? Даже бір шылаушын өліп қалса, біз 18 ай өмір сүреді екенбіз. Бүкіл планета жоқ болып кетеді екен. Прикиньте да, бұл өмірде Құдайдың жаңа насекомдарының өзі рөл ойнайды екен да. Бұл жерде маңызды емес адамдар жоқ та. Ал біз не дейміз? Мынау бай, мынау кедей, анау бомж, анау шофер, анау жаңағы официант, мынау пол жуатын деп өзімізше адамдарды бөлеміз. Біздің бір-бірімізден ешқандай разницамыз жоқ. Біз мына үлкен планетада әшейін бір атомбыз жүрген, понимаете? Сондықтан біреуді кемсітуге Аллах болыңдар. Мен қазір тараканы бар ма, өрмекшісі бар ма, шыбыны бар ма, еш нәрсені өлтіре алмаймын. Потому что оның бәрі живой организм. Ол барлығы біздің планетамызға керек нәрсе екен, понимаете? Бір нәрсені істейтін болсаңыздар, ешқашан результат үшін істемеңіздер. Результат үшін істейтін болсаңыз, демек сіз переживать етесіз, демек сіз сенбейсіз мына әлемге, понимаете? Қорққан адам ғана ақшаға жармаса береді. Қорққан адам ғана результатқа бола істейді. Мысалы, мен қараңыздар да, 15, мысалы мен өзім кішкентай кезімде мен актриса болғым келген, ведущая, актриса болғым келген. Бірақ мені әке-шешем жіберген жоқ. Ол кезде біз енді әке-шешені тыңдайтынбыз да, өкінішке орай да. Одан кейін не болды? Мұғалімдікке түстім. Біздің уақытымызда или мұғалім боласың, или врач боласың. Болды, мұғалімдікке бардым. Мұғалімдікте 15 жыл мен мысалға жұмыс істедім, бірақ жыл мұғалім болдым. Жыл мұғалімі 1000-нан біреу бола бермейді. Мысалы, миллионнан біреу де бола бермейді, мысалы да. Одан кейін 9 жыл бизнес істедім. Бизнесте номер 1 бизнесмен болдым. Үлкен команда түздім. 500 адам болды. Пәленбай филиалдарым болды, мысалы да. Енді қараңыздар да, енді мен ол жерден кеттім. Оның себебі көп та. Мысалы қараңыздаршы, мен егер өзімді өзім тыңдағанда, егер мен өзімнің сезімімді тыңдағанда, мен осы жолдардан өтпейтін едім. Мен мұғалімде болмайтын едім, мен бизнесте істемейтін едім, понимаете? Одан кейін келіп қарап тұрсам, бір өзім білімімді бөліскім келді адамдарға. Енді біліммен бөлісіп отырсам, адамдар консультация сұрай бастады. Қарап тұрсам, адамдарда результат болып жатыр. Мен, значит, психологияны өзім студент кезде де изучать ететінем. Психологияны мен өзімнің жұмысымда пайдаланғам. 15 жыл мұғалім болғанда өзімнің бизнесімде пайдаланғам. Потому что психологияны меңгермегенше адамның өмірі өзгермейді. Біздің өміріміз 80% психологиядан тұрады, 20% қана ол біздің талантымыз, ол біздің навыкымыз, қолымыздан келетін. Понимаете, өнеріміз сол. Даже таланттың өзі машықтамасаң өледі деген, ол рас. Потому что мен кішкентай кезінде айтысқа қатысатын жас күнімде. Отырып тұрып, суырып салып, өлең жазатынмын, мысалы да. Ал одан
кейін қазір мысалы өлең жазам десем жазам, бірақ өте қиналып жазам. Сөйтсем таланттың өзін машықтау керек екен ғой, понимаете? Енді қараңыздар да, сіздер бір нәрсеге талпынғанда сіздер постоянно или адамға жармасасыздар, или ақшаға жармасасыздар, или жұмысқа жармасасыздар, или бизнеске жармасасыздар, не знаю, или үйге жармасасыздар, әйтеуір бір нәрсеге жармасып, сонымен өмір сүріп келе жатсыздар. Енді шындықтарыңызды айтыңыздаршы. Айттыңыздар ғой сіздер, мен осы жақсы бір күйеуге тисем бақытты болам дедіңіздер. Бақытты болған жоқсыздар ғой. Одан кейін мен ойбай, мен енді бала тусамша бақытты болам дедіңіздер. Бала болдыңыздар. Айналайындар ау, 5-6 балаларыңыз болса да бақытсызсыздар ғой. Өмірі бір бақытсыз болып жүресіздер ғой. Потому что ешкімге еш нәрсеге жармаспау керек деген правило бар. Даже дінде айтады, менен басқа ешкімді, менен жоғары ешкімді қойма дейді, понимаете? Егер сіздер бүгін өмірдегі болып жатқан жаман ситуациялардан да, проблемалардан егер сабақ алмасаңыздар, ол сізде қайталана береді, ол сізде қайталана береді. Пока сіз сабақ алмағанша, бұл проблема неге беріліп жатыр? Неге бұндай ситуация мен өмірімде болып жатыр деп, сол ситуациядан жақсы қарап, содан сабақ алмағанша сіздерде результат болмайды. Бірақ сіздерде проблема болса, мысалы күйеуіңіз измена жасаса, сіз сол күйеуіңізбен алысасыз да, неге күйеуім маған измена жасады? Бұл күйеуім маған нені көрсеткісі келіп тұр? Қандай қателік жіберіп жатқан? Күнә емес. Сіздер сразу күнә деп шығасыздар. Күнә емес, кінәлі емессіз. Просто қандай қателік жасап жүрсіз? Қандай Құдайдың правиласын бұзып жүрсіз? Табиғаттың, өмірдің қандай правиласын бұзып жүрсіз? Сізге өзіңіз үшін ғана өмір сүр деп Құдай айтады. Потому что не үшін Құдай үйтіп айтады? Потому что Құдай айтады, түсінесіздер ма? Менен биік ешкімді қойма, менен биік еш нәрсені қойма дейді. Бұл деген сөз, сен өзіңнен биік тек қана мені қой, бірақ өзіңнен биік ешкімді қойма басқа деп тұрған сөз. Значит, өзің үшін өмір сүр деген сөз. Бізде барлық аналар балаларым үшін өмір сүрем дейді. Балаларың үшін өмір сүргенін көрсетші, кәні көрсетші. Күнде қайғыр, күнде бейшара болып жылап жүресің. Балалар үшін өмір сүрген әйел сөйтіп өмір сүреді ме? Жоқ. Балаларым үшін күйеуіммен өмір сүріп жатырмын дейді. Бірақ күйеуімен күнде қырылса, балдарына қаншама травма береді. Өтірік сөйлемеңіздер, шындықты сөйлеңіздер. Сіз күйеуіңізбен тұрып жатсыз, потому что ақша таба алмайсыз өз бетіңізше. Бала шағаңызды бағалам деп сенбейсіз өзіңізге. Сол үшін күйеуіңізді кошелек қылып пайдаланып отырсыз. Өтірік сөйлеп өмір сүрмеңіздер. Жалған өмір десе мен түсінбейтін бұрыншы. Неге жалған өмір деп? Сөйтсем адамдар жалған өмір сүріп кетер екен ғой. Өмір бақи байлықпен, өмір бақи ақшаны қуып өтіп кетер екен ғой. Ақшасы жоқ пен ақшасы барларды екі түрлі өледі ма не? Екі түрлі жерге көмеді ма не? Или екі түрлі матаға орайды ма? Одинаково өледі екеуі де. Одинаково жерлейді екеуін де. Екеуін де бір күннен кейін ұмытады барлығы. Көп дегенде бір айдан кейін ұмытады. Понимаете? Бұл әлемді қармап ұстап қалған адам жоқ әлі. Понимаете? Сіздерге постоянно бақытты болу үшін бір нәрсеге қол жеткізу керек. Постоянно бақытты болу үшін бір нәрсеге қол жеткізу керек. Бүгінгі істеп жүрген жұмыстарыңызға көңілдеріңіз толмайды. Бүгінгі тұрып жатқан үйлеріңізге көңілдеріңіз тоймайды. Не үшін адамдар қарызға батады? Шүкіршілігі жоқ болған үшін. Ал енді қарызға батқан екен, сол анау қарызға батпай тұрған уақытыңа, шүкіршілігің жоқ кезіңе, сол көңілің толмаған уақытыңа сені қазір жіберсе, риза болатын болсаң, арман ғой дейді ғой. Арман. Сол простой үйде тұрсам да арман еді. Қазіргідей 20 миллион, 30 миллион қарызға батқанша, сол шүкіршілігімен сол кезде шүкіршілік қылсам ғой дейді. Понимаете? Сол шүкіршілігі жоқ болған екен. Дәл осы сәтте, осы үйін, менің күйеуім нөмір бірінші еркек, менің бала шағам нөмір бірінші бала шаға, мен нөмір бірінші адаммын демейсіздер ғой сіздер. Сіз не только өзіңізден, бала шағаңыздан да, күйеуіңізден де только минус іздей бересіздер. Сіздер ешқашан жақсылық көрмейсіздер өмірден, понимаете? Поэтому мен өмір бақи жаңа ақша деп, не істесем де ақша деп, қазір ақша деп ойламаймын. Жүрегім нені қалап тұрады, соны істеймін. Құдайға шүкір, ақшадан құр қалып жатқан жоқпын, понимаете? Өмірге доверяйте, өмірге сеніңіздер, Аллаға сеніңіздер, күреспеңіздер, күресе бермеңіздер, құрметтілерім. Өмір күрес емес, өмір удовольствие, өмір рахат, өмір бақыт, понимаете? Біздің өмірге келгендегі мақсатымыз ләззат алу, бақыт алу. Дәл қазір кезде мынау бізде сетевой бизнесте мысалға көп адамдарды жылдап, 5 жылдап, 10 жылдап ақша таппаса да сетевой бизнесте майысып, езіліп жүре беретін адамдар баршы. Сол біреудің сен күштісің деп мақтап қойса, жүре беретін адамдар бар да, ешқандай результаты жоқ. Сөйтеді оларға ағаш бір жерде көгереді деп, оларды лишь бы соларды ұстау керек, солардың арқасында бір енді олар көп қой, каким-то образом біреу бір товар сатса да үстіндегі адамдарға пайдалы ғой. Әйтеуір солар ұстап тұрады.
жоқ басқа нәрсе, дальше өзіңе ұнаған нәрсені істе. Ұнамаса да сетевой бизнесте езіліп жүрген қаншама адамдар бар. Ұнамаса да жұмысында езіліп жүрген қаншама адамдар бар. Бірақ ошибка сол, қандай жұмыс істесең де оны ұнатып істеуің керексің. Понимаете? Жұмыстың жаман жақсы жоқ. Жақында айттым ғой мен, дворниктер дейді ғой, дворды тазалайтынды. Жас қыздар мен жігіттер ойнап күліп дворник болып жүр. Қарадым да бір қызық кеттім. Молодцы, шын жүректен дворник болып жұмыс істеп жүр. Ода тұрған еш нәрсе жоқ, понимаете? Қайдан білесіздер? Дворник болып істеп жүріп, бір мүмкіншілікті көретін шығар алдынан. Қазір данный момент қандай жұмыс істеуге мүмкіншілігіңіз бар? Қандай жұмыс істегіңіз келеді? Соны істеңіз, понимаете? Бірақ ұялып, намыстанып емес, понимаете? Мен постоянно айтамын ғой. Менің бір клиентім болған, ыдыс жуады да, бірақ ыдыс жуғаннан ол намыстанбайды, понимаете? Ыдыс жуғаннан намыстанбайын дейді, бірақ адал жұмыс істеймін дейді. Мен қай жерде жүрсем де, қай ресторанда жүрсем де адал жұмыс істеймін дейді. Сол клиентім қызық болды. Адал жұмыс істейді, действительно күшті әйелді чистоплотно жұмыс істейді да, жаңа адал. Сөйтсе жаңа бір ресторанның хозяйыны айтқан ғой, мен сенімен бірге бизнес партнер болғым келеді, сен маған партнер болшы, сен кухня жағын бәрін басқаршы, мен басқа жағын басқарам, мен саған осындай процент ақшаны берем прибыльден деп. Қарасаңшы, ыдыс жуып жүрген адам. А сіздер не істер? Өздеріңше, өткенде бір клиент айтады, мен магазинге барып жұмысшы болып, сатушы болып істейін десем, намыстанам деп қояды. Ничего себе, ал жұмыссыз жатқанға намыстанбайсың ба не? Сөйтеді да, әрбір туысының үйінде балдарын қарап жүреді. Жаңағы, мен бір нәрсені дәметіп істеп жүрген жоқпын, просто сұранған екен істеп жүрмін деп қояды. Сөйтеді да бір күн айтады, жаңа бала шағасы, мынаны істеп бер, мына киімді жуып бер деп айтса, намыстанып кетем деп қояды. Намыстанасың, конечно, намыстанасың. Намыстанасың ба, барып жұмыс істеу лучше. Өзің кәдімгідей таңертең кешке дейін жұмыс істеп, айлығыңды ал лучше. Біреудің үйінде, конечно, сен просто так істеп жүрген жоқсың, сен дәметіп істеп жүрсің деймін да. Өздерінің қолдарынан шыққанын береді ғой деп қояды. Сен дәметіп істеп жүрсің ғой жерде. Еш нәрсе бермесе сен бармайтын едің деймін да. Поэтому қызық та адамдар вообще, понимаете? Бір постоянно бір нәрсеге асығып жүресіздер. Асығып атасыздар. Анаған қарайсыздар, жанталасасыздар, мынаған қарайсыздар, жанталасыздар. Қайда асығып атасыздар, құрметтілерім? Конечный точкаларыңыз өлім ғой. Қайда асығып атасыздар? Өмірлеріңіз бір-ақ рет берілетін өмір ғой. Бүгінгі күніңізбен бақытты болуға үйренсеңіздер. Егер бүгінгі күнімде бақытты боламайын десеңіздер, қазір дәлелдеп беремін. Хорошо, любойыңыз қазір бақытсыз болып отырсыздар. Любойыңыз демей ақ қойын, көбіңіз бақытсызбын деп отырған болсаңыздар, осы менің көңіл күйім жоқ, мен бақытсызбын, өмірдің мағынасын жоғалттым, өмір сүргім келмейді, жаңағы ішімде бір бақыт сезім жоқ деп істеп отырыңызшы. Отырған болсаңыз, өміріңіздегі ең қымбат адамыңызға рак деп қойса, не істейсіз? Бұл күніңізден де жаман күн туады. Дәл қазір тұрып жатқан үйіңізді су басып кетсе, не істейсіз? Понимаете? Бұл өмірде ең қымбат нәрсе біздің өміріміз, құрметтілерім. Өміріміз, осы өміріміздің әрбір күнде бақытты болу үшін бізге не обязательно көп ақша керек. Бақытты болу үшін не обязательно бір игілікті, бір белгілі адам болуымыз керек. Понимаете? Дәл осы сәтте бақытты болуды үйреніңіздер, өздеріңізді зерттеңіздер, қолдарыңыздан келмесе профессионалдарға келіңіздер. Не деген рахат, менің пәленбай үйім, пәленбай ақшам болғанда қазіргідей бақытты болмаған, понимаете? Бақыттылық ақшаға байланысты емес екен. Бақыттылық жандарыңыздағы адамдарға байланысты емес. Сіз біреуге ашуландыңыз ба, сол ашу ішіңізде бар. Сіз біреуге ренжідіңіз ба, сол ашу ішіңізде бар. Сол ренжу. Понимаете? Біреуді көре алмайсыз ба, сіздің ішіңізде соның бәрі бар, понимаете? Поэтому өзіңізбен разбираться етсіңіз. Мынау денеде бір қандай да бір жаман сезім пайда болды ма? Бұл неге пайда болып тұр деңіз, одан қашпаңыз. Ойбай, жаман сезінген жаман екен деп одан қашпаңыз. Ол сізге көмектесу үшін келіп тұр, понимаете? Миссияңызды іздеп жүрген болсаңыз, просто сұрақ қойыңыз. Маған не істеген ұнайды деп. Бір нәрсеге қатып қалу деген жоқ. Понимаете? Бір нәрсеге қатып қалу деген жоқ. Маған не ұнайды деңіз. Ұнайтын нәрсеңізді істегенде ғана оңай ақша табуға болады. Понимаете? Жеңіл түрде ақша табуға болады. Ақша аспаннан түспейді. Көбісі жаңағы лапша асып айтып жатады ғой, ақша өзінен өзі келеді деп. Ақша ешқашан өзінен өзі келмейді. Бірақ сүйген нәрсеңізді, ұнатқан нәрсеңізді істесеңіз, ақша табу оңай болады. Түсінесіздер ма? Егер ішіңіздегі құдіретіңізді тапқыңыз келсе, онда консультацияға келіңіз.